Сәлем бердік достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ұстап отырған телефонымыздың ішіндегі ақпаратты толығымен жаңа телефонға ауыстыруды үйренеміз. Менің өзімнің ескі телефоным Samsung A10, жаңадан алған телефоным A23. Толық мәліметті 23-ке ауыстырамыз. Ескі телефонда да жаңа телефонда да Samsung Smart Suite деген приложениені скачивать етіп, разрешить басып, жаңа ескі телефоннан отправить данные, получить данные жаңа телефоннан и разрешить деп басып жібереміз Wi-Fi мен. Окей. Бұдан кейін полностью сіздің ақпаратыңыз өту үшін мына все данные дегенді басуыңыз керек. Если бір WhatsApp бір нәрсені өткізгіңіз келсе, онда другой дегенді таңдауыңыз керексіз. Так, полный өту үшін все данные дегенді бассаңыз, мына жерде подключить и далее дегенді басып жіберсеңіз, и кетеді. Мына жерде копировать еткен кезінде обязательно сізден пароль сұрайды. Ол пароль дегеніміз телефонның бетіне өзіңіз қойған пароль. Подключить и далее. Осы жерде сіздерге 22 минут күт деп айтады. Мен ол 22 минутты қысқартып тастадым. Қазір мысалға сіздің контактыңыз, журнал вызовыңыз өтіп жатыр қазірді. Мына жерде тағы не өтіп жатыр? Сағат өтеді, полный WhatsApp өтеді, полный. Неңіз бар, файлыңыз бар ма, қандай видеоларыңыз, суреттеріңіз полностью өтеді. Айтпақшыдай, каналға лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап қойсаңыз жүдә жақсы. Менің каналым негізінде жаңа букетке арналған канал. Мұны нені өзіңіз дегеннен кейін YouTube'дан осыны қазақша сіздерге жеткізейін деп салып отырмын. Мына уже 22 минут бітіп жатыр. Файлы настройка бары өтті. Енді кішкене өзіміздің жаңа телефонымыздан күте тұрамыз. Жаңа телефонымызға полностью өтуін. Мен негізі букетке арнап бұл каналды ашқам. Бірақ арасында осындай лайфхактар түсіріп отырам сіздерге. Обязательно лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Конечно, осылай болады. Полный, бұл только Samsung'ты ғана көрсетіп жатырмын. Келесі жолы iPhone'ды көрсетемін. Алда келе жатқан мейрамға упаковка жасап үйренеміз. Осы парақшаға лайк, подписка жасап отыр.